Сәлем достар, бүгін бізде нан күймес, отымызды жағып, табамызды қойып, дайындап қойған етімізді саламыз. Әркім жанұясына байланысты етті аласыздар. Бір қатып қалған заңдылық жоқ. Менде жаңа ет, свежий ет дейміз, сүрленген қабырға, құйрық май, осылай үлкен-үлкен қып турадым. Жарты қасықтан көбірек тұзымызды саламыз, қара бұрышымызды салып, және сарымсақ болса, сарымсақ қоссаңыздар болады. Бір пиалайдай суымызды құйып, бұқтыруға қойып қоямыз. Үстінен жуамызды саламыз. Жуаны турап, менде үлкен жуа едім. Осы жуаны турап, осылай дайындап салып отырмын. Осынау бұрыннан бала кезімізден анамыздың нан күймес деген тамағын сіздерге дайындап көрсетейін дедім. Күннің жазында, күннің ыстығында, еттің азында нан күймес деп осылай тамақ дайындап беретін. Етімізді 1 сағат, 1,5 сағат бұқтыруға қоямыз. Бұл уақытта қамырымды иілеп, біржола қамырымды жайып, әрине суды да қойып қойды, ұмытпаңыздар. Осындай қайнап тұрған суға қамырымызды саламыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар суға. Қамырымыз дәмді болу үшін тұз саламыз. Осылай біржола қамырымызды салып, жақсылап қайнатып, пісіріп аламыз. Өте керемет дәмді тағам болып шығады. Таласып, тартысып жеп қоятындай тамақ болады. Қамырымыз қайнады. Қамыр піскенше жақсылап қайнатып аламыз. Қамырымыз дайын болған қамырды осылай мен үстіне мұздай су құйған жоқпын. Өйткені суға қайнатып атқандықтан дәмі кетіп қалады деп су құймадым. Осылайша қамырымызды жақсылап сүзіп алып, көріп тұрғандарыңыздай қамыр әдемі түсіп жатыр. Үстіп легенімізге сүзіп аламыз. Қамырымызды сүзіп болғаннан кейін үстінен дайындап қойған бұқпамызды саламыз, бұқтырып қойған етімізді саламыз. Өте керемет дәмді тағам болды. Менімен бірге болыңыздар, сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Асымыз дәмді болсын.